Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақта біз сіздермен механикалық құбылыстарды ұғымын қарастырамыз. Механикалық құбылыстарда бізде механикалық қозғалыс деген ұғымды талдайық. Яғни қозғалыс дегеніміз не? Жалпы айналаға көз жүгіртіп қарайтын болсақ, біз әртүрлі қозғалыстың түрлерін байқауымызға болады. Мысалы, көшеде жүріп бара жатқан автокөліктердің, аялдамаға келіп тоқтап жатқан автобустың, ағаштардың, желдің әсерінен жапырақтардың тербелуі, көшенің бойында кетіп бара жатқан адамдар, планеталардың қозғалысы. Яғни барлық қоршаған табиғаттағы барлығы қозғалыста. Ендеше бұдан біз қандай ой қорыта аламыз? Яғни қозғалыс дегеніміз ол бізде материяның ажырамас бөлігі болып табылады. Яғни барлығы, табиғаттағы барлығы үнемі бір қозғалыста болады. Енді осы келтірілген мысалдарда қозғалыстың түрлері әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ та олардың барлығына тән бір қасиет бар, ортақ бір нәрсе бар. Ол сол денелердің уақыт өтуіне қарай орындарының өзгеру болып табылады. Ендеше осы механикалық қозғалыс дегеніміз не? Соған анықтама берейік. Механикалық қозғалыс дегеніміз қандай да бір дененің немесе дене бөліктерінің уақыт өтуіне қарай басқа денелерге қатысты орын ауыстыру болып табылады. Координатасының өзгеруі, басқаша айтқанда. Енді біз жалпы дененің қозғалысын қарастырған кезде кей жағдайларда дененің толығымен емес, оның денені белгілі бір нүкте деп қарастыруға болады. Физикада бұл ұғым материалдық нүкте деп аталады. Енді материалдық нүкте дегеніміз не? Қай жағдайда денені материалдық нүкте деп санауға болады? Материалдық нүкте деп санауға болатын екі жағдай бар. Бірінші жағдай, егер біздің қарастырылып отырған денеміз, қозғалыстағы денеміз бақылаушыға дейінгі ара қашықтығына қатысты дененің өлшемі өте кішкентай болса, ол жағдайда біз денемізді материалдық нүкте деп қарастыра аламыз. Оған мысал ретінде аспанда ұшып бара жатқан ұшақты келтіруге болады. Жердегі бақылаушыға ұшақ нүкте ретінде көрінеді. Ендеше бақылаушы мен ұшақтың арасындағы арақашықтық ұшақтың өлшемінен бірнеше есе үлкен. Ендеше осы жағдайда ұшақта толығымен емес, тек қана бір нүкте қозғалып бара жатыр деп қарастырамыз. Міне, бұл материалдық нүктеге мысалы. Жаңа сөзімде мен айтып кеттім, екі жағдай бар деді. Екінші жағдайға тоқталайық. Екінші жағдайға мысал ретінде қысты күні төбешіктен сырғанаған шананы келтірейік. Осы кезде шананың төмен қарай қозғалыс кезінде шананың бойынан алынған кез келген нүктелер барлығы бірдей қозғалыс жасайды. Мұндай қозғалыс ілгерілемелі қозғалыс деп аталады. Ілгерілемелі қозғалыс кезінде дененің бойынан еркін таңдалып алынған барлық нүктелер бірдей арақашықтықта өтеді. Ендеше осы денені, біздің жағдайдағы шананың толығымен емес, шананың тек қана бір нүктесін ғана қарастыруға болады. Міне, бұл жағдайда біз шананың өлшемін ескереміз, бірақ та қозғалыс ілгерілемелі болғандықтан, яғни барлық нүктелер бірдей жол жүретіндіктен, бір ғана нүктесінің қозғалысын зерттеу жеткілікті болып табылады. Енді жаңағы шананың қозғалысын мысалын әрі қарай жалғастырайық. Шана қардың үстімен сырғанаған кезде өзінің ізін қалдырады. Ендеше дененің қозғалысы кезінде пайда болған ізі, дененің қозғалысы кезінде салған ізі, ол траектория деп аталады. Енді қозғалыс траекториясына байланысты, яғни түріне қарап, қозғалысты екі түрге бөліп қарастыруға болады. Біріншісі ол түзу сызықты, екіншісі қисық сызықты қозғалыс. Мысалы, түзу сызықты қозғалысқа бізде қандай да бір төбешіктен төмен қарай құлаған тастың суретін мысалға келтіруге болады. Бұл түзу сызықты қозғалысқа мысалы. Енді қисық сызықты қозғалысқа мысалы жаңағы сағат тілінің қозғалысын айтуға болады. Автомобиль дөңгелегінің қозғалысы, бұл шеңбер бойымен қозғалыс, қисық сызықты қозғалыстың мысалы бола алады. Енді әрі қарай осы қозғалысты сипаттау үшін айттық, басқа бір денелерге қатысты қарастырамыз деді қозғалыс. Ендеше бұл жерде қозғалысты сипаттау үшін біз жаңа физикада ұғымдармен таныс болу керекпіз.
ең бірінші ұғым ол бізде санақ денесі деп аталады. Яғни біз мысалы автомобильдің қозғалысын қарастырған кезде автомобильдің қозғалысын көшеде өсіп тұрған ағаштарға қатысты қарастырамыз. Осы кездегі біздің мысалдағы ағаш ол санақ денесі болып табылады. Сондай-ақ дененің қозғалғандығын, орын ауыстырғандығын сипаттау үшін біз оның координатасы өзгеріп жатыр ма, өзгеріп жатқан жоқ па, соны білу керекпіз. Ендеше бұл жерде координаталар жүйесі керек. Және де қозғалыс қандай да бір уақыт өте келе болатындықтан біз уақытты да өлшеу керекпіз. Ендеше бізге сағат қажет. Ендеше біз сіздермен осы физикада механикалық қозғалысқа қатысты жаңа ұғым ол санақ жүйесі деген ұғымды енгіземіз. Санақ жүйесі ұғымына не кіреді? Жазып қойық. Мысалы, санақ жүйесі. Санақ жүйесіне не кіреді? Бірінші, ол бізде санақ денесі, яғни біздің қозғалысымыз қандай денеге қатысты қарастырылып жатыр. Қазір әрқайсысына жеке тоқталып мысал келтіреміз. Екіншісі, ол бізде координаталар жүйесі. Және үшінші, ол бізде уақытты өлшеу үшін сағат керек. Міне, сонда санақ жүйеміз бізде санақ денесінен, координата жүйесінен және сағаттан тұрады. Әрі қарай, енді дененің қозғалысына мысал келтіретін болсақ. Мысалы, автобустың ішінде отырған жолаушы қозғалыста ма, қозғалыста емес пе деген сұрақ қойсақ. Оқушылардың көбі әртүрлі жауап береді. Біреулер айтар еді, иә, ол қозғалыста деп. Енді біреулер айтар еді, қозғалыста емес деп. Енді бұл жердегі жаңағы автобустың ішіндегі адамның қозғалысы қандай денеге қатысты қарастырылып жатыр, соған байланысты. Егер ол жолаушының отырған орындығына қатысты қарастырылып жатса, онда ол тыныштықта болады. Егер қандай да бір жолдың бойында тұрған ағашқа немесе аялдамаға қатысты қарастырылатын болса, ол қозғалыста болады. Яғни ол сіздің таңдап алынған санақ денеңізге байланысты. Енді координаталар жүйесі дегеніміз не екенін айтып кеттік. Декарттың координаталар жүйесі және сағат ол уақытты өлшеу үшін. Әрі қарай, енді қозғалыстың сипатына байланысты. Бағана айттық қой, қозғалыс қисық сызықты немесе түзу сызықты болуы мүмкін деп, траектория байланысты. Енді біз мынадай мысал келтірейік. Міне, қандай да бір жолаушы А пунктінен Б пунктіне барады. Енді осы жерде оның қандай да бір қозғалыс кезіндегі қалдырған ізінің жиынтығы ол бізде траектория болып табылады. Ал осы траекторияның ұзындығы, ол бізде жол болып табылады. Траекторияның ұзындығы жол. Сондай-ақ біз сіздермен осы механикалық қозғалысқа қатысты терминдердің тағы бір түрі ол орын ауыстыру деген ұғымды енгіземіз. Ол орын ауыстыру бізде дененің бастапқы және соңғы нүктесін қосатын вектор. Мынау бізде траекторияның ұзындығы ол жол болатын болса, мынау бізде орын ауыстыру болады. Яғни дененің бастапқы және соңғы нүктесін қосатын вектор. Орын ауыстыру. Енді орын ауыстыру және жол, физикалық шамалар. Енді жолдың белгіленуі L әрпімен белгіленеді. Өткен сабақта біз айтқан болатынбыз. Сонымен қатар физикалық шаманың сандық мәні бар, және ол қандай да бір өлшем бірлікке сәйкес келеді. Оған жолдың өлшем бірлігі халықаралық бірліктер жүйесінде ол метр. Орын ауыстыру. Орын ауыстырудың белгіленуі S, жоғары жағына бағдарша болады. Ол векторлық шама. Өткен сабақта біз скаляр және вектор шама туралы айтқан болатынбыз. Қазір оған кішкене қайталау ретінде тоқталуға да болады. Орын ауыстыру. Өлшем бірлігі де метр. Егер қозғалыс түзу сызықты болатын болса, онда L жүрілген жол, S орын ауыстыруға тең болады. Яғни орын ауыстырудың модулі жүрілген жолға тең болады. Егер қозғалыс түзу сызықты болатын болса. Скаляр дегеніміз, яғни жолдың тек қана сандық мәні бар, яғни біз білеміз, ол қанша метр жол жүрген. Мысалы, оның жолаушының жүрген жолы 50 метрге тең. Ал орын ауыстыру ол бастапқы және соңғы координатасы арқылы анықталады.
яғни оның бастапқы координатасы А нүктесінде координатасы x0 болатын болса, Б нүктесінде координаты x болды дейік. Осы кездегі орын ауыстыру бізде x минус x0 арқыланып қалды. Координаталардың айырымы ретінде. Енді орын ауыстыруын айтып кеттік, Енді қозғалысын салыстырмалығына байланысты. Біз айттық қой, қандай да бір санақ денесіне байланысты қозғалады деп. Яғни ол қозғалысын және тыныштықтың салыстырмалығына байланысты. Не себептен бұл жерде қозғалысын және тыныштықтың салыстырмалығы туралы айтып кету керек? Себебі, мысалы, біздің жаңағы мысалдағы автобустың ішінде кетіп бара жатқан жолаушы автобусқа қатысты тыныштықта болғанымен, егер біз санақ денесін қандай да бір жерге қатыса алатын болсақ, ол жерге қатысты қозғалыста болады. Бірақ та бұл қозғалыста салыстырмалы. Себебі, егер біз санақ жүйесін жерге емес күнге қатысты ауыстыратын болсақ, онда біздің жаңағы автобус ішіндегі жолаушы күнді жердің бетінде орналасқандықтан күнді жермен бірге айналатын болады, орбита бойынша. Яғни бұл бізде жаңағы тыныштықтың салыстырмалығына байланысты. Енді қозғалыстың салыстырмалығына байланысты салыстырмалық принципі деген ұғым бар. Салыстырмалық принципі ұғымын бізде Галилей енгізген болатын. Оған Галилей қандай тәжірибе жасады? Ол мысалы судың бетінде тыныш тұрған кемеде және де бір қалыпты қозғалып бара жатқан кеменің каютасында отырып тәжірибелер жасады. Тәжірибе жасау барысында ол механикалық құбылыстардың барлығы, яғни осы қозғалыстардың барлығы осы екі жағдайда да бірдей болатындығына көз жеткізді. Міне, соның нәтижесінде ол қорытынды жасады. Механикалық қозғалыстың санақ жүйеде қалай қозғалатындығына. Жалпы айтқанда, ол бізде Галилейдің салыстырмалық принципі деген атпен белгілі. Салыстырмалық принципі негізінде ол осы таңдалып алынған екі санақ жүйесінде де бізде механика заңдары бірдей өтеді. Міне, бүгінгі сабақта балалар, жалпы механикалық қозғалыс бойынша яғни осы тақырыптан сіздер нені білу керексіздер? Ол механикалық қозғалысқа қатысты ұғымдар, жаңа біздің материалдық нүкте, траектория деген, және де осы механикалық қозғалыс сипаттайтын физикалық шамалар. Ол бізде жүрілген жол, орын ауыстыру. Және де сондай-ақ санақ жүйесі туралы да ұмытпаңыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.